Әлібек ағайдың сол кезде айтатын әңгімесі бар еді, кейін біз мектеп боламыз деп, 2013-2014 жылдары. Біз оны ертегі көретінбіз. Шетелден ашылатын сияқты. Кішкентай жерде отырып мектеп ашамыз деген сияқты. Ол кезде 140-тан 120 бала болды. ұбт қорқынышты емес. 10 жыл бойы садикте жүрген баланың 11-ші жылы келіп қатты оқып кеткені миларына нагрузка болады. Осыны оқысаң грантқа түсесің деп айтасың, университет болуымыз керек сияқты. Бірақ математика болып қалады, қиналмай нәтиже болмайды. Қашан директор боласың деп сұрамын. Директор болу керексің, потом Уаблано, Гарано, потом әкім, президент кете беру керексің да. Өзімнің құрдастарыма сабақ бергенмін. Қалай ол студент болып жұмыс істейді? Гүлнар апайдың айқайлағанын ұнайтын. Кесіп тастаңдар мына жерін. Карантинде онлайн оқыған балалар деген. Қағазбен жазамыз, бояймыз. Пәнді ауыстырып алатын қорқыныш бар еді бізде. Келесі 200 есеп берсең, бір жылап қалатын сияқты көрінеді. Қайырлы күн, тыңдармандар. Біздің алғашқы подкастымыз осы өзіміздің білікті тәжірибелі ұстаздарымызбен бірге түсіргелі жатырмыз. Қош келдіңіздер, ағайлар. Жалпы ұстаздар, бұл кісілер білім мен ғылымның шынайы жанашырлары. Бүгін біз ағайлармен жақынырақ танысып, өз тәжірибелерімен бөлісетін болады. Тағы да қош келдіңіздер, ағайлар. Енді өздеріңіз туралы қысқаша таныстырып өтсеңіздер. Мен аты-жөнім Жанбай Рауан Есенова, физика пән мұғалімі, СДУ-дың түлегімін, сонымен мақтанамын. НУ-да магистратура аяқтадым. Жалпы білім жолым осындай. Ал еңбек жолымды осы 125 білім беру орталығында 2016-та бастағанмын. Биыл 10-шы жылым кетіп отыр. Қайтып келгеніме қуаныштымын. Жақсы, рахмет. Нұрсұлтан ағай. Мен Нұрсұлтан ағай, математика пәнінің мұғалімі, педагог ғылымдарының магистрі. Осы 25-те 2013 жылдан бастап жұмыс жасадым әр жылдары. Басқа қалаларға да шықтық. Қазіргі таңда осы мектептің мұғалімі, халықаралық республика олимпиадаларының жеңімпазы. Мен Әмзебек Әділет Анарғалиұлы, математика пән мұғалім боламын. Жалпы білім саласында 2012 жылдан бері жүрмін деп айтсам болады. Ал 25-те 2014 жылдан бері жүрмін. Сол математикадан кітаптар жазамыз. Жалпы тиражы қазіргі таңда 30 мыңнан астам кітап. Ағылшын тілінде математикадан сабақ береміз. SAT мәз, нөмір мәзге дайындаймыз. Қысқаша осы. Енді мен өзімді айта кетейін. Есімім Мақсат Махмудұлы. Негізгі пәнім информатика пәні мұғалімі. 15 жылдық тәжірибем бар. 2023 оқу жылының үздік педагогымын. Енді бүгінгі бірнеше сіздерге сұрақтар қоятын боламын. Енді ең алғашқы сұрақ. Жалпы физика, математика пәні мұғалімдері жиналып отырмыз осында. Жалпы осы физика, математиканы таңдауға не себеп болды? Так, шынымды айтсам, мен 11-ші сыныпта ояндым деймін ғой, қазіргі оқушылар сияқты. Сөйтімде қайсында грант көп, қайсынан шамам жетеді, физикада деп, солай таңдай салдым физиканы. Солай физикамен дайындалып, осы 125 білім беру орталығында 2015-2016-да дайындалдым бір жыл. Сөйтіп, бәрін айту керек қой негізі. Айта берсін. Жалағым келеді. Сол кәдімгі қазіргі өзім оқушыларым сияқты, оқушыларым көпшілігі грант үшін таңдады дейді. Мен де солай грант үшін таңдағам. И грантқа түстім. И ПСМК дейтін мамандыққа түстім. Әуезов университетіне, Шымкент қаласындағы. Бірақ та ол жақта болмай, 2 жылдан кейін шығып, кәдімгідей өзім мұғалімдік ұнап, солай КТА тапсырып СДУ-ға түстім. Менде негізі нақты болды, мұғалім болам деген ой. Кішкентайдан емес, енді кішкентай кезде математика жақсы болды, лего құрастырып, сонда неге жақын болдым да. Гуманитарий емес, техника деймін, техникалық бағытқа. Математикам жақсы болды бастауыштан бастап. Сөйтіп, қазіргі КТК дейді ғой, Қазақ-Түрік колледж, қазір Жамбыл инновациялық колледж деп атын өзгерткен. Сол жаққа түстік 9-дан кейін. Содан кейін, сол жақта мұғалімдерді көрдім. Мұғалімдер бар жанын салып түсіндіреді, сабақтар ағылшынша болды, андай. Нағыз мұғалімдер сол жақта көрдім деп айтсам болады да. Кезекшілік болады, кешке қалып чай ішеді, сол жақта бірге футбол ойнаймыз, сондай бауырмашылық күшті атмосфералар болды. Соларды көріп, солар сияқты болғым келді бір сөзбен айтқанда. Жалпы негіз оқушылар физика болсын, математика болсын, негіз қиын пән деп айтады. Сіз енді осындай әдіс тәсілдерді қолданасыз. Сіздер ағайлар өз тәжірибелеріңізде қалай қызықтырасыздар балаларды? Өз салаларыңызға
мұғалімдікке тартсаңыз. Осыны оқысаң грант процессін деп айтасың ба? Енді бір жылап тұрып оқытасың. жеке бір Әділет аға айтқандай, жаңағындай мүмкін марапаттап, қызықтырып, тартып дегенмен бала ғой. Қызығушылығын қалай арттырамыз? Тәжірибелеріңізде қалай жасап жатсыздар? Рауан ағай, сізде көп шығар енді тәжірибе. Тәжірибе дегенде қазіргі лайфхактарыңыз ғой, қазіргі тілмен айтқанда. Біз енді ұбт тест болғандықтан, енді физикада да формула біраз көп болғандықтан, яғни көбінесе сол формуланы оңай түсіндіру жақтарын сабақ барысында қолданамын. И одан бөлек бағандай күрделі есептер болады, примерно түсінесің, күрделі есеп, осы түсіндіргенді түсінсе, бұны жақсы шығару керек деген сияқты. И солай ағай сияқты тоже сникерске сондай бір ойындар арасында ойнатып қоямын. Ал сабақтан бөлек өзім Инстаграм арқылы оқушыларға осы өтілетін тақырыптарға бірнеше тәжірибе жасауға тырысамын. Өйткені оны сыныпта жазсақ өте көп уақыт алады, шумно болып кетеді, не болып кетеді. Сондықтан қазіргі таңда тәжірибелер жасап, оны Инстаграмға жүктеп жүрмін. Ал бұдан бөлек менде андай ой болған, теориялар. Баяғыда университетте бізде жұбаныш көп жатқызатын. И мен көбінесе бірінші орын алатынмын. Асқар ағай бізге куратор болған кезде. Не үшін десе, өйткені мен 3-ші микрорайоннан 120-ге жарты сағат келем, аудиомен тыңдап келетін. Өзім диктофонға жазып алатын. Түрік қағанат қашан қырауда деймін да. 1, 2, 3 секунд, 552 деймін. Яғни соны жазып аламын үйде, и барғанша солай жаттап барамын да, и жұбаныштан бірінші орын аламын группада. И сондай мақсатта қолдансын деп, мен физикада кейбір теорияларды әнмен түсіндірем. Физика. И оқушыларға айтамын, осы әнді жаттап аш, саған кәдімгідей 1-2 балл қосады деген сияқты. Яғни мен көбінесе қызықтыруды бұны Инстаграм, ТикТокта жасаймын. Ал сабақ барысында бағындай лайфхактармен айтамын. Бұлай жатта, бұлай үйрен деген сияқты. Ал оны сабақта қолдану, білмеймін, әлі жасап көрмеппін оны. Жақсы. Нұрсұлтан ағай, сізде? Бізде математикада мысалы бір есептің бірнеше шығару әдісі, бірнеше формулалар бар. И соның ішінен именно универсальный деген формулаларды қолданып үйретемін. Мынандай дискриминант бар, бұл дискриминант вет, ол барлық жағдайда қолданылмайды. Сол үшін ветті көп айтпауға тырысамын. Өйткені артық информация, и так 10 жыл бойы садикте жүрген баланың 11-ші жылы келіп қатты оқып кеткені миларына нагрузка болады. Сол үшін тек қана сол универсальный формулалар, барлық есепке жүретін, барлық жағдайда қолданыла беретін формулаларды үйретуге тырысамын. Енді артық білімді оны жаңағыдай тақырыптар біткеннен кейін осындай балалар деп көрсетуге болады енді. Мен сол. Жалпы енді бізде көп еститінім, енді осы физика, математика саласында енді есеп, формула бар. Оқушылардың көбісі айтады, жалпы өмірге не қажеті бар? Мысалға косинус, синус, геометриядан, физикадан, кейбір тақырыптарды енді бала ғой, түсінбеуі мүмкін. Ол балаға қалай түсіндіресіздер? Мен нақты айта саламын, енді оны прям сен бүгін бір форманы үйрендің, оны күнде өмірде қолдану шарт емес қой. Яғни бір күні пайдаң асса жетеді ғой деп. Яғни біз қазір ұбт-ға дайындалып жатқандықтан, оны сен ұбт-да қолданасың деп ше. И оны қалған өміріңде ол форманы қолданып шығу шарт емес. Сондықтан сен қазір неге дайындалып жатсың, не үшін дайындалып жатсың, соған байланысты деп айтамын. Именно физикадағы нәрселерді. Ал бірақ тоже Инстаграмнан көп естимін, бүгін косинуссыз, синуссыз бір күнім өтті деп салады да. Ол шарт емес қой, бүкіл өмір бақи қолданып шығу. Главное, саған өзіңе керек кезде қолдандың, болды. Ары қарай өз өміріңді сүре бер деген сияқты. Мен сөйтіп айтамын оқушыларға. Мысалы былай ғой, күнделікті өмірде біз қолданбаймыз логарифм, туынды, косинус, синус, бірақ математикалық сауаттылықты біз әр секунд сайын қолданамыз, күнделікті қолданамыз да. Мысалы магазинге барып бір нәрсе сатып аламыз, дұрыс па? Күнделікті сауда-саттық жасаймыз. Оның бәрі математикалық сауаттылық қой. Сен қай магазин аласың, қаншаға аласың, доставкасы қанша болады деген сияқты. Оның бәрі математикалық сауаттылыққа келіп тіреледі. Пайыз, мысалы, қазіргі таңда бүкіл проблемалар, қаржылық проблемалар бар, қоғамдық мәселелер бар. Оның бәрі логика ғой, логика мен математикалық сауаттылық деп ойлаймын. Шынымен де енді математика болсын, физика пәнімізде болсын, ол тек қана формула емес, өмірдің жалпы осы заңдылығы, осындай логикалардың үйлесімі. Жаңа айтып жатсыз математикалық сауаттылық деп. Өзіңіз бірнеше кітаптың авторысыз. Соның ішінде осы математикалық сауаттылық деген. Енді бұл жерде логиканы
түсіндірудің осы кітап жазу арқылы оған қалай келдіңіз? Кітап жазуға деген. Кітап жазуға деген ба? Кітап жазуға деген қызық болды. Бастауыштан ғой негізі. Бастауыш кезден. Андай. Кәдімгі қарапайым 12 беттік дәптер бар ғой. Соның сыртына кардон жабыстырып, соны кітап қылатын ғой. Кардон жабыстырып, скотчпен, клеймен, сыртына Әмзебек Әділет Анарғалиұлы, ақын жазушы әнші деп жазып қоямын. Ішіне өзім шығарған ертегі, нелер, өлеңдер, бір нәрсе шумақтар сондай. Сәл сондай қияли адам боламыз бастауышта. Бастауыш дегенде енді бір 5-6 класстар ғой. Сол кезден бастап болды десек болады кітаптарға деген қызығушылық. Содан кейін папамның әпкесі бар, туған әпкесі. Соның үйінде біраз болатынбыз, сол кітаптар көп еді оның үйінде ше. Қызықтан да ертегілер, суреттер, әлем халықтарының ертегілері деген кітап бар. Сол әлі тұр үйде. Соны оқып, жалпы кітапқа деген қызығушылық содан пайда болды. Кейін математика нақты мақсат қойғаннан кейін есептер тере бастадым да. Енді оқушыға есеп беру керек қой. Бүкіл былай қаңқасын жасап алдым. Мазмұн бүкіл тақырыптарды жасап аламын да, әр тақырыпқа есептер жинай бердім. И оны оқушылармен қолдана бердім. Мысалы, бір тақырып өтем, оқушылармен өтем. Арасында қате болып қалса түзеймін деген сияқты. Или мынау мысал емес, мынау мысал беру керек екен деген сияқты тәжірибе кете берді ғой. Оқушылар болмаса, ол кітапта болмайтын еді, бір сөзбен айтқанда. Соларға беру үшін, солардың алдында ұятқа қалмау үшін, былайша айтқанда жақсы материал беру үшін болды ғой. Мысалы, маған айтса, бір саған қазір бір жақсы Мальдиваға жібереміз, 2 жыл жатасың, керемет кітап дайында десе, мен дайындамаймын. Дайындай алмаймын. Не үшін? Себебі менде оқушылар жоқ та. Практика жоқ. Ал маған күніге, мысалы, бір күнде, мысалы, қанша? 8 сабақ па қойылып тұрса, керемет кітаптар шығады да, короче. Түсінсіз, не үшін? Келесі новый оқушылар болса вообще тема. Потому что мен тақырыбым болады, жаңа оқушыларға келем, мыналарды түсіндірем, қателер болса алып тастаймын, жөндеймін, или болмаса мына мысалды қою керек екен, уже оқушылар сұрайды да, сұрай бастайды. Яғни оқушылармен практика бола берген сайын ол пісе береді ғой. Сондай. Жақсы. Негізі менде қажеттіліктен туындаған, негізі робототехникадан осы Тараз қаласында ең алғаш бастадық. Күнделікті оқушыға енді тапсырма әзірлейміз. Сол тапсырмаларды бір жылдан соң, яғни жинақтап, келесі оқу жылында осындай кітапша дайындап, Қазақстан бойынша енді көптеген қалаларға сұраныс болған соң, ұстаздар енді жаңадан робототехника осындай мектеп саласында енгізген кезде, бұл қателеспесем бір 2015-2016 жылдары болды. Солай бастаған өзім тәжірибемде, яғни қажеттіліктен туындады, соны жинақтап, осындай нелер дайындаған. Негізі енді қазіргі таңда біздің тыңдармандарға айтатын, негізгі 11-10 сынып оқушылары көріп отырған болса, біз тыңдап отырған болса, осы математикалық сауаттылық кітабының авторы, ол біздің осы мектептің ұстазы Әділет мырза. Сондықтан сізге жарнама болсын деп таныстырып жатырмын. Одан қосымша бөлек математика кітаптары бар. Алгебра, геометрия, математикалық сауаттылық қой. Математикалық сауаттылық. Содан кейін ағылшын тілінде жазып жатырмыз. SAT, Digital SAT Maths деген. Бұйырса, осы жаңа жылдан кейін деп отырық енді. Көктемге қарай. Құдай қаласа шығып қалады деп отырық. Негізі SAT-ға дайындайтын ресурстар бізде бар ма Қазақстанда? Қазақстанда авторлар байқамадым. Бұлай іздедім да, шетелден алдырдым, ақш-тан алдырдым, мысалы. Бірақ андай да, көңілімнен толмады. Азақ мысал берген. Мынандай A4 кітаптар екен олардікі. Чисто сондаймен оқиды. Ақшта ше. Қандай ше A4 сияқты ғой. И мысалдар аз, практикаға көп не алмаған, есептер жоқ екен да. Сол бұйырса, Құдай қаласа, мақсат сондай. Ағылшын тілінде кітап жазып, Европаға, ақшқа, бүкіл әлемге сатып не алып жатсақ жақсы емес па? Қазақтардың бәрі шетелге шығып жатыр. Өзіміздің оқушылар қолданса. Біздің негізінде айта кетейік, бізде негізі шетелге дайындайтын сыныптар бар. Ол 10-шы, 11-ші сыныптар. Яғни ағылшын тілінде оқитын сыныптар. Ол жерде IELTS-қа дайындалады, SAT, NUET-ке, өзіміздің отандық Назарбаев университеті өте абыройлы
одан соң шетелге дайындайтын сыныптарда осы кісілер ағылшын тілінде, яғни математика сабағынан да береді. Енді жалпы білім саласында қандай алдағы 10 жылдықта деп айтайық, бір 10 жыл сайын негізінде оқу бағдарламасы өзгеріп отыру керек. Алдағы 10 жылда қандай өзгерістер болуы мүмкін деп ойлайсыздар? Алдағы 10 жылда бізде енді мына нәрсе ғой. Қандай жаңа бағдарламалар келсін, немесе қандай да бір жаңаша бір оқу бағдарламасы ойлап табылсын, бірақ математика ол математика болып қалады бізде. Сол 2 × 2 4 болып, немесе Пифагор теоремасы сол Пифагор теоремасы болып қала береді. Енді басқа пәндерде өзгеріс болуы мүмкін, мысалы. Бірақ математика сол қалай нақты ғылым болып қалды, сол нақты ғылым болып қалады. И біз соны енді жаңа нәрсе ғой, кейбір жылдары бізде ұбт-да комплекс сан, дифференциалдық теңдеу деген тақырыптар қосылды ұбт-да. 1 жыл болды да, кейін алынып тастады. Бірақ ол біздің практикамызда қолданып жүрген тақырыптар оқушыларға андай келесі студенттік өмірлерінде керек болады ау деп біз оны жылдың соңында үйретіп бере саламыз. Тақырып ретінде өтіп береміз. И оқушылар соны ары қарай өздері студенттік өмірде қолдана береді. Енді 10 жылдықта қандай өзгеріс болсын, біз математиктер әрқашан соған дайын боламыз. ұбт-ның форматы өзгеріп кетсе де, немесе ұбт ауызша болып кетсін, бірақ бәрібір біз математикаға кез келген бағытта адаптациямен өтіп кете аламыз. Өзгеріске дайынбыз дейсіздер. Кез келген өзгеріске дайынбыз біз. Енді қазір талқыланып жатыр, апробациядан да өткізіп жатыр деп естідік. Оқу бағдарламасы әзірленген. Яғни пәндерді біріктіргенге көзқарастарыңыз қандай? Келісесіздер ме? Яғни алгебра, геометрияны біріктіріп тастаған, кей бағыттарда биология, химияны, мысалы физика, информатиканы біріктіріп тастаса. Енді басқа пән емес, алгебра, математика туралы айтайын. Негізінен қазір шығып жатқанымен ол негізі практикада болған нәрсе, алгебраны, геометрияны қосып оқыту. Өйткені Назарбаев зияткерлік мектептерінде біз сөйтіп өтетінбіз. Бір тоқсанда 3 тарау болса, оның 2-і алгебра, 1-і геометрия өтетін сыныптарда. Бір қатты қиындық туғызған жоқ, бірақ енді ол кезде сол аптада беретін сағат саны көп болу керек. Оның барын игеру үшін, өйткені 5-ші сыныптан 11-ші сыныпқа дейінгі математикамыз бар, еще геометриямыз бар. Оның жеке оқытқанның өзінде балаларға түсіну қатты қиын болып жатыр. Оны қосып оқытса, ол сәл қиындық туғызады. Сондықтан енді біздің ойымыз, мен ойым жалпы қоспайтын шығар деп үміттенеміз. Басқа математиктердің де ойы сол ғой. Егер қосып жатса, айтып тұрмын ғой, кез келген жерге дайынбыз. Енді осы оқу бағдарламасын айтып жатырық. Білім саласында өзгерістерді айтып жатырмыз. Жалпы кез келген өзгерістер болсын, жаңағы оқу бағдарламасында пәндер біріктірілсін, бір-біріне тақырыптар кіріктірілсе де, яғни барлығына дайын, біздің мектептің ұстаздары. Сондықтан енді ұбт саласында да ұбт-ға өзгеріс енеді деп жатыр. Яғни халықаралық емтихандар секілді бір өзгерістер деп, яғни білім министрлігінде осы Саясат Нұрбек өз нелерінде, интервьюларында көп айтып жатыр. Енді ол сұраққа енді тоқталмай-ақ қойық. Енді мен сіздерде мынандай сұрақ болып жатыр. Енді сіздерде ұбт тапсырған шығарсыздар, Тапсырдық. Алған балдарыңыз есіңіздер ме? Жалпы мен өзім алтын белгіге үміткер болғам. Бірақ ол алтын белгіні ақтай алмадым. Есім қателеспесем 91 ма 92 балл алдым. Ол кезде бізде 120 балл болатын. Ол бір 2007 жылы тапсырдым. Сіздер ұбт-дан неше балл алдыңыздар? Мен алғаш 2016-да 125-тен 89 или 98 алдым. Екеуін шатастырам. Сертификатын таппай қойдым нақты. Ал бірақ 2 жылдан кейін кіта тапсырдық. Яғни 140 болып ауысты ғой. Соған сол жыл өзіміз оқушы дайындадық та Орауда жүріп. И солай кітаны да Таразға келіп тапсырдық. И ол кезде 140-тан 120 балл алдым. Сөйтіп СДУ-ға грантқа түскенмін. Күшті. Біз Сізде 2010 жылы тапсырдық біз ұбт-ны. Енді ауылдың баласы болғандықтан ауданға барып тапсырдық. Есімде 125 баллдың 96 баллын алдым. Оның ішінде математика, енді бәрі 25 баллдан болды.
математикасы сол 25-тен 23 болған. Соны жақсы көремін. Қазақ тілден 25-тен 25 алғам. Сондықтан Сондықтан келіншегім қазақ тілін пәнін мұғалім. Жақсы екен. Ағай сізде? Біз ана колледж ғой, қазақ тілі колледжінде оқыдық. Содан кейін кітап тапсырдық. 100 етін ол кезде бізде. Максималды 100-ден 72 алғам. Сөйтіп бізде 2 таңдау болды. Біреу пет математика, біреу таргу деген жалпы математика. Сол жерге барған кезде айтты, мына жақта әскери кафедра бар деді. Сол әскери кафедра үшін жалпы математиканы оқыдым. Қазір алдарыңызда офицер отыр. Енді жалпы ұбт-ға енді бәріміз де дайындалдық және қазір дайындап жатырмыз, иә. Осы жас буын оқушыларды. Енді жеке өзімнің өмірімнен практикамда мысалға біздің кезде дайындалатын, ол кезде шын кітаптары болатын. Бірақ енді ол жерде көп тақырыптар қамтылмады ма, келмеді ме, енді дайындық, репетитор деген дамымаған онша. Қазіргі таңдағы оқушылардың мүмкіндіктері өте көп, иә. Оған келісетін шығарсыздар. Шетелге шығуда, тіл үйренуге деген жасанды интеллект қолдану арқылы да өз-өзін дамытуға, өзінің жеке даму траекториясын несін құруға да болады. Жалпы енді қазіргі таңдағы, қазіргі сіздер оқытып жатқан оқушылар айтатын болса, яғни ұбт дайындалуда қиналам деген сияқты оқушыларға қандай кеңес айтар едіңіздер? Яғни өздеріңіз де дайындалдыңыздар кезінде, қазір сол ұбт-ға қазір өздеріңіз дайындап жатсыздар? Енді 1 жылдың ішінде 5-ші сыныптан 11-ші сыныпқа дейінгі бүткіл материал оқушыларға үйрету былай оңай жұмыс емес. Біз оқушыларға айтамыз, қиналмай нәтиже болмайды. Қиналып есеп шығармай, немесе жаңағыдай бір есебің дұрыс болмай қалса, оны тастап кетпей, оны қайттан шығарып сынбау керек та бұл жерде. Білім аламын деп келгені болғаннан кейін, білімді сол жерден алып кету керек. Әртүрлі сылтаулар айтпау керек, жалқауланбау керек. Өйткені біз каждый раз басталған кезде айтамыз сентябрьдің басында, жігіттер, қыздар, бізде алгебра, геометрия 2 пән. Оны сендерде 1 жылға сендерге соның миларыңа құйып беруіміз керек. Сол үшін айтқан дүниені орындап, үй жұмысын толығымен орындап, соның бәрін 100% орындап кетсеңдер, сендерден результат шығады. Өйткені осы уақытқа дейін біз мысалы почти ұбт-ға 10 жылдан аса дайындап жүрміз ғой. Сондай біздің айтқан тілімізді алған балалар жақсы результат көрсетіп жүрді. И соны жаңағы мысал ретінде де көрсетіп бере аламыз балаларға. Бұл Ернұр. Ернұр ұбт-ға дайындықты 10-шы сыныптан бастап кеткен. Келесі жылы ұбт-ны жарып шығатынына сенімді. Бұл Амирхан. Амирхан да дайындықты 10-шы сыныптан бастап 2 айдан кейін қаңтар ұбт-сында ең жоғарғы балл алады. Бұл Салтанат. Қазір 11-ші сынып оқиды, бірақ дайындықты әлі бастамады. Бірақ әлі де кеш емес. Бұл оқушылардың барлығын 125 high school біріктіреді. Мына орын дәл сені күтіп тұр. Сенің нәтиженің кепілі 125 high school. Ресми түрде 2-ші тоқсанға қабылдаудың ашық екенін жариялаймыз. Біз дәл сені күтеміз. Олимпиадаларға басында қатты қызығушылық болған жоқ менде, өйткені мектепке барғандықтан мемлекеттік мектепте қатты ондай бір қажетті білімді байқамадым. Яғни 7-ші сыныптарға бердім, 8-дерге, 9-дарға бердім, сол кітаптағы білім. Бірақ та ұбт-ға дайындаған соң әрқашан бір новый жаңа нәрсе үйрену керек болады бізге. Сондықтан андай неше түрлі курстарға, сондайларға қатысып отырам. Яғни қандай есептер бар, нелер бар, өзіміздің бізде физикалық нелер бар. Клуб дейді ғой, физ-клуб деген сияқты. И солар семинар жасап отырады, олимпиадалық есептерге, мынандай есептер талдау деген сияқты. Сондай болса барынша қалмауға тырысам. Өйткені мен тек қана ұбт-мен шектеліп қалдым да. И оны мен СДУ-ға барғанда түсіндім. Өйткені СДУ-ға барсам физикада неше түрлі есептер бар екен. Бірақ соларды үйрену арқылы мен қазір оларды өзім үйреніп алғандықтан қазір оқушыларыма қиналмай үйретіп жатырмын да. Бұрын мына тақырып келмейді деп өтіп кете салатынбыз. 1-2 жылда мұғалімдік. Немесе мына форманы жаттап осымен шығара саласың деген сияқты. Ары қарай тереңнен кетпейтінбіз да. Ал мен қазір сол СДУ-да соңғы қатты алған білім, сол СДУ-да болды. СДУ-да алған білімді әлі күнге шейін қолданып жүрмін. И сонымен оқушыларды да, мұғалімдерді де үйретіп жүрмін. Жалпы сол үшін
СЗУ-ға, сол жақта Самат ағайыма көп рахмет айтамын. Жалпы енді олимпиада деп айтып жатырмыз. Олимпиадаға дайындау мен осы ұбт-ға дайындау екеуінде айырмашылық бар ма? Иә, үлкен айырмашылық бар. Именно физикадан болатын болса ше. ұбт-ға дайындаған жеңілірек олимпиадаға қарағанда. Ал олимпиадада уже баны төменгі сыныптан бастап қарау керек қой, бала қалай келе жатыр, математикасы қалай деген сияқты. Ал ұбт-ға біз айтамыз, бұл тест бірінші очередь. Сондықтан барынша жеңіл дайындаймыз ұбт-ға. Ал олимпиадаға болса кішкене ойлану қажет. Яғни бэкграунд дейді ғой, яғни не жетістіктерің бар, не оқығансың деген сияқты. Мен соған қараймын. Әділет ағай, сізде яғни ағылшын тілінде бересіз, сіз өзіңізді қалай дамытасыз және қалай ол балалардың деңгейін анықтап, яғни осы сыныптарына оқушыларды қалай әзірлейсіздер, қалай іріктейсіздер? Былай ғой бізде дамытқанда кітаптар деп ойлаймын мен өзім. Сол кітаптарды өзім дамытқаным ғой. Жыл сайын біз жаңадан мысалдар енгізіп, толықтырып. Оның ішіндегі тапсырмалар, яғни есептерді өзіңіз құрастырасыз. Иә, болған тестте болған есептерді аламыз. Соңында пайдаланған әдебиеттер деген бар. Сол жерде тізімін көрсеңіздер болады. Мысалы, SAT-ді оқушы дайындап жатырмыз ғой. Мысалы, маған SAT қажет емес та. Мысалға, маған SAT қажет емес өзіме, бірақ мен сонда да өзім қалтамнан ақша шығарып төлеп тапсырып көрдім. Не үшін? Себебі өзің дайындап жатқан нәрсені білу керексің ғой. Қалай болады, оқушылар кіргенде қалай болады, қандай есептер келеді деген сияқты. Сол сондай қаражат аямау керек та, өз дамуыңа, мысалы. Сөйтіп соны өзің басына өткеннен кейін уже айта аласың да. Міне былай болады, осындай есептер болады деген сияқты. Психологический дайындық деген сияқты. Жалпы сол. Жалпы осы ұбт саласына осы енді оқушылар дайындап жүрсіздер. Яғни 10 жылдан жоғары астам тәжірибелеріңіз бар. Жалпы ұбт қорқынышты емес деген сөзді оқушыға қалай жеткізесіздер? Яғни өзімізде тапсырдық, иә? Мүмкін ол кезде балалықпен бізде түсіндік па, бір стресске түсіп, қиналып, бір өмірден. Шанс еді ғой бізде. Иә, бізде бірақ мүмкіндік болады. Қазір жылына бірнеше рет ұбт тапсыру мүмкіндіктері бар. Ал оқушыларға соны қалай жеткізесіздер? Яғни сұрақ қоятын шығар сіздерге де. Нереке айтсындар, Нереке. Енді ол андай нәрсе, сыныпқа байланысты жауап береміз негізі. Егер сыныптың жалпы барлығы жақсы оқитын балалар болып сұрақ қойса, онда айта аламыз. Өзің алған білімің есен деп. Немесе жаңағыдай өзің осы уақытқа дейін қанша еңбектен дайындалып келдің. Финишный прямойға келген кезде қатты қиналмай өзің өтіп кете аласың депші. Ал қазір мысалы жылдан жылға енді жаңағыдай сылтауымыз бар ғой біздің. Карантинде онлайн оқыған балалар деген. Сондықтан жаңағы олардың әр жыл сайын әр деңгейде оқыды олар карантин кезінде мысалы. Сол кезде оқымайған тақырыптар қазір оларға жаңа болып көрінеді. И олар кәдімгідей қиналады. Неге мынаған біз 7-ші сыныптың тақырыбына қиналып жатырық. ұбт-ға біз қалай кіреміз деген сияқты. Соны айтамыз енді. Бір жыл уақытымыз бар. Бірге жүреміз, бірге есеп шығарамыз. Сұрақтарың болса қиналмай сұраңдар. ұбт қатты қорқынышты емес. Білет егер жаңағыдай біліміңді максимум шыңдай алсаң. Сол айтамыз енді басқа. Жәнінде отырамыз деп айта алмаймыз. Бұрында бір-ақ рет еді ғой біздің кездерде. Бір-ақ рет тапсыратын. Сол кезде енді қорқыныш көп. Қазірге қаңтар, наурызда кіреді. Қағазбен жазамыз, бояймыз. Кітапша болатын. Гранттың үстіне 2 рет тапсырады. Ол бұрынғыдай не жоқ та. Қатты қорқыныш жоқ. Ең басты дайындық. Пәнді ауыстырып алатын қорқыныш бар еді бізде. Орыннан ауыстырып алады. Енді қателеспесем, ағай, сіз осы мектептің түлегісіз, иә? Мәссаған, мектепте, ол кезде орталық еді ғой. Орталық курстан бастадыңыз, иә? Осы жерден дайындалдым. Мен кураторым Асқар ағай болды. Бағана мұғалімдік қалай келді дегенде. Маған сол Асқар ағайға қатты қызығатынмын. Бізде ол кезде ол кісі куратор болатын да. Қасымызда есеп шығарып отыра беретін. Бәріміз математикада міндетті еді ол кезде. Сөйтіп, сол кезде сол
есеп шығаруға көмектескені, түсіндіргені ұнайтын. Одан бөлек Гүлнар апай болды. Гүлнар апайдың айқайлағаны ұнайтын, неге екенін білмеймін. Андай айқайлағанда приятно тыңдашы. Окей, түсіндім деп жаны ашып. Сосын Әмзек Әділет ағай болды біз оқышы кезде. Сол кісіге қызығатынбыз. Солай келді. Сіздің ұстазыңыз? Менің түрік тілден ұстазым деп. Түрік тілден еще ең үздік студенті болғам. Маған ашылмай беретін. Жақсы ағай жалпы. Ағай, сіз осы мектеп болсын, орталық болсын, о бастан осы келе жатқан тұрақты ұстаздың бірісіз, Шүкір. Не түрткі болды? Неге не түрткі болды? Енді бірнеше ұстаздар ауысып жатыр. Басқа Сізде, яғни ауыспай, яғни тұрақты біздің осы 125-тің неге бұл тұрақтылық, не себеп болды? Енді, білмеймін, өзің ұнайтын нәрсе, атмосфера ұнайды, осы жақтағы адамдар. Ұнамаса кетіп қаласың ғой. Сол. Атмосферасы ұнайды. Атмосфера, иә. Бәрі өзіңе жақып тұрса, ешқайда кетпейсің ғой. Жағдай жасап отса, жылдан жылға айлық көтеріп отса. Кесіп тастаң бір нәрсе. Жоқ, андай ғой бізде. Осы кезде бір нәрсе айтып жіберейінші. Көбінесе андай советтік адамдарда андай қалыптасып қалады да. Міндетті түрде былай өсу керек те, лестница бойынша. Сен типа әлі мұғалім болып жүрсің ба, не қашан директор боласың деген сияқты. Директор болу керексің, потом облано, гарано, потом әкім, президент кете беру керексің да, сондай бір траектория сызып алғанда. Ол енді ол совет одағында қалған түсінік деп ойлаймын да мен өзімше. Не үшін себебі ол кезде тек қана солай ғана даму болатын да. Сен мысалы мұғалім болып жүрсің, фиксированный айлық аласың, болды, өмір бақи сол айлықта боласың. Ал сен көтерілу үшін міндетті түрде лестницамен көтерілу керексің да. Мысалы директор болып жүрсің, сол кезде ғана айлығың көтеріледі деген сияқты. Ал қазір заман басқа ғой. Мысалы сен мұғалім болып жүріп те директордан көп ақша табуың мүмкін да. Мысалы бағанадай Instagram дамытып, TikTok дамытып, онлайн сабақ не алып деген сияқты. Сондықтан осы жерде айтып өтейін, қашан директор боласың деп сұрамын. Аллаға шүкір, кітаптар жазып жатырмыз, онлайн сабақ беріп жатырмыз. Сондай да, ондай неден құтылу керек деп ойлаймын енді. Ойдан. Ойдан құтылу. Міндетті түрде сен, мысалы, қанша міндетті түрде директор болу керексің, бірақ линиямен, лестницамен көтерілу деген қазір ондай не жоқ. Көбінесе советтік адамдар айтады да солай. Сол жалпы барлықтарыңыз айтатыны. Минустың өзі результат деген сияқты ғой. Әркім өз қабілетіне байланысты. Мысалы, қазіргі заманда алатын болсақ, қанша, мысалы, актерский оқып жатқандар бар да, театрда жұмыс істейді, ешқашан фильмге түсіріп көрмеген. Бір блогерлар шығады, бір жылда, мысалы, қаншама киноға түсіп тастайды деген сияқты. Қабілеттер заманы болып кетті ғой қазір, бір сөзін айтқанда ше. Сондықтан, андай ойламау керек. Мысалы, мұғалім болып жүрме, болды, ол төмен. Қанша жыл мұғалім болып жүр, ол төмен деген сияқты. Директор ол күшті деген сияқты, ондай немен салыстырмау керек деп ойлаймын да, өз басым. Сол. Күшті айттыңыз ай. Андай ғой, адам өзіне ұнаған нәрсені істеу керек қой. Оған не аласың, оны қашан директор боласың деп оны не алғанда. Әр адам өз қабілеті бар деген сияқты. Бір жыл директор болып қашып кетті ғой. Қайта мұғалім болғаның жақсы екен деп. Әр адам қабілеті әртүрлі ғой. Соны айту керек та. Міндетті түрде бағана лестницамен көтерілу деген ол шарт емес деп айтқым келген ғой жалпы. Сен бақыттысың ба, өзің ісің таптың ба, болды, сонымен айналысып жүре бер деген сияқты ғой. Негізі әркім өзінің сүйіктісімен айналысу керек. Нағыз жанашыр ұстаз біздің Әділет ағай ортамызда, біздің мектепте. Ал жалпы 125 туралы не айтасыз? 3 сөзбен сипаттай аласыз ба? Мәссаған. 125. Енді осы мектептің алғаш курстың негізгі орталықтың түлегісіз, қазір осында ұстазсыз, шәкірт тәрбиелеп жатсыз. Өзіңіз оқыдыңыз. 125 ең бірінші достар немесе бауыр бар десем болатын шығар. Қазір өзі араласатын 13 штук бауырым бар. Сол орда осы 125-тен тапқам, барымыз бірге 2016-та қалып осы жерде қызмет жасағанбыз. Сол не дейік, ондай орта дейміз әлде, бауыр бастық дейміз, достық, иә. Бірінші достық деп айтар едім. Екінші, осындай керемет мұғалімдермен жұмыс істеп жатырық, орта деп айтсам болады. Басқа да мұғалімдер бар, әріптестер бар.
оларға қарап үйренетін нәрсеміз әлі де өте көп екенін түсінемін. Үшінші, оқушылар или мүмкіндік дейміз ба, оқушыларға берілетін мүмкіндіктер. Бағана өздеріңіз айтып отырсыздар, бүкіл жағдай жасалып қойған, тек қана оқыса болды. Осы 300: достық, орта, мүмкіндік. Жақсы. Енді жалпы осы тұрақты жұмыс істеп келе жатқан Әділет ағай бар. Осы орталықтан бастап өзіңіз оқыдыңыз, шәкірті болдыңыз. Жалпы сонау бастаған 2011 жылдан, қателеспесем, сол 2011 жылдағы 125 пен қазіргі 2025-тегі 125-те қандай өзгерістер болды? Қай жағынан дамыды? Әрекет істеді ол сол жылдар. 2013 жылы келдім мен 125-ке. Ол кезде 3-ші курстың студентімін. Жалпылама айтқанда, сол кезде жалпы Таразда студент болып жұмыс істеген сол Әдекең бар, біз бар. Негізі орталықтарда қалай ол студент болып жұмыс істейді деген сияқты, мысалы. Біраз ата-ананың, біраз мысалы мектеп мұғалімдерінің көзқарасы келіп, бізді келіп аңдып келіп көріп кететіндер жағдайлар болды да, мысалшы. Енді ол кездегі 125 орталық болғанымен, шыны керек, Әлібек ағайдың сол кезде айтатын әңгімесі бар еді, кейін біз мектеп боламыз деп. 2013-2014 жылдары біз оны ертеге көретінбіз. Қазіргі ол кездегі 125 орталық болды. Ол кезде оқушылар түске дейін мектептерінде оқып келеді, түстен кейін бізге келіп, біз оларды оқытамыз. Ол кезде нагрузка өте көп, өйткені сен биология таңдасаң да, сен әдебиет таңдасаң да, сен қазақ тілін таңдасаң да, бәрібір математиканы оқуың керек. Толық қанды математика, өйткені 25 сұраққа жауап беру керек. Ал қазіргі 125-те оқушыларға қандай мынандай мүмкіндік ол кезде жоқ етін. Кәдімгідей үлкен бір мектеп бағыты ұбт оқушыларды грантқа түсіру деген мысалы. Одан кейін бұл қазіргі 125 мектептерінде оқушылар осы жерден келіп оқиды. Осы жерден келіп аттестат алады. Осы жердің тұрақты түлектері болып шығады. И оларға қатты бір нагрузка болып жатқан жоқ, бірақ қарастырып отырсам, сол кездегі оқушылар қатты еңбекқор болған ба деп ойлаймын. Қазіргі оқушыларға қарағанда. Өйткені қазір кейбір оқушыларға қатты мынандай келесі 200 есеп берсең, жылап қалатын сияқты көрінеді жүре. Ал ол кездегі оқушыларға 200 есеп берсең, соны сол күні шығармай кетпейтін. Үйге ештеңе алып кетпеуге тырысатын. Сол күні шығарып, сол күні бекітіп, бағасын алып кететін. Енді қазірден барлық оқушылар деп айта алмаймыз, бірақ енді салыстырмалы түрге айтқан кезде еске салып отырсақ, мысалы, сондай жағдайлар болды. Олар мысалы мектептерінде оқып келді, еще бізге келіп оқиды. Біздің әр 5 мұғалімнің 500 есебі, 100 есептен 500 есебі бар. Оны шығарады. Ал қазір оларға былай оқушыларға жеңіл болған сайын, білмеймін, сылтаулар көп кетті оқушылардың. Сондай жағдайда қалып кетсе, білмеймін, біздің оқушылар қандай болатын. Бірақ енді бар, арпа ішінде бір бидай деген сияқты, әр сыныпта бір 2-3 оқушы нақты мен грантқа түсем, мен мұғалім болам, менің мынандай мамандыққа түсем деп келген оқушылар ондай баршылық, Құдайға шүкір деп айтамыз. Енді қазір басында орталық болып бастадық, қазіргі таңда енді жалпы 9 қалада 18 мектеп бар, филиалдар бар әртүрлі қалада. Енді мектеп болған соң әртүрлі деңгейдегі балалар болады. Ол дарынды бала болсын, енді төмен деңгейдегі бала болсын. Енді ұстаз болған соң ол балалардың барлығын бөліп жармай, осы ұстаздық жолда ол балаға білім беру, тәрбие беру, ол парызымыз. Енді болашақта 125 мектептері қандай жетістіктерге жетеді, немесе болашақта қандай өзгерістер болады деген сұрақ қойсам сіздерге. Оны Әділет ағай жауап берсін. Мен ойымша шетелден ашылатын сияқты. Европа, ақш деген сияқты. Англия, дамыған шетелдерде. Деп ойлаймын өзім. Негізі бұл да бір 3-4 жыл бұрын басталған еді, Дубайда деген сияқты. Жалпы соған келе жатыр ғой, жалпы өмір ағылшын, математика бағытына ауысып жатыр ғой. 125. Сөйтіп ойлау, бағанағыдай ғой, Нұреке айтып бақшы. 2 этажды бір кішкентай жерде отырып мектеп ашамыз деген сияқты. Қазір мектеп болып отыр ғой. Сонда мен ойлап жатырмын да, шетелде болатын шығар деп. Шетелден ашыламыз деп ойлап тұр.
педагогикалық институт болу керек сияқты 25. Өйткені қарап отырсақ бізден шыққан бізден түлеп шыққан оқушылар мысалы педагогикалық мамандыққа түссе, уже сол жылы ақ орталықтарда, кішігірім мектептерде уже мұғалім болып жұмыс істеп жатыр да. Толыққанды біз дайындап бердік деген сияқты. Сол сияқты соны дәл алып кете алатындай бізде университет болуымыз керек сияқты, 25 университеттері. Тек қана мұғалімдер емес, естуім бойынша көптеген мектеп директорлары бар, көптеген тұлғалар дайындап, қазір жеке өз кәсіптерін бастап жатқандар. Сондықтан болашақта енді мүмкіндік қой мысалы бізде оқып жатса. Енді оған да бірақ мүмкін маман дайындау керек шығар, өзіміз дайындауымыз керек шығар. Яғни тіл байлығымызды, тілдерді үйренуіміз керек шығар. Сондықтан болашақта Әділет мырза айтпақшы, шетелден де осы 125 компаниясы, мектептер желісі, академия болсын, бүткіл әлемге қазақ тілін үйретіп, қазақ тілін елге, мемлекетке, оқушыларға болсын пайдамыз тиеді деген ойдамыз. Жақсы, енді сіздерге блиц сұрақтар қойылады. Яғни бұл жерде қысқа нұсқа жауап беру керек. Яғни сұрақтың екеуін біреуін ғана таңдау керексіздер. Енді алғашқы сұрақ сіздерге: математикасыз өмір бар ма? Математикасыз өмір бар, бірақ ол қаншалықты күшті болатынын ешкім білмейді. Формула немесе тәжірибе? Тәжірибе. Әділет ағай? Бір сұраққа үшеуміз де жауап беру керек. Әр адам бөлек бір сұрақ болсын. Барлығыңызға ғой. Тәжірибе ғой. Тәжірибе ма? Формула да кіреді. Таңғы сабақ әлде кешкі сабақ? Таңғы сабақ. Эйнштейн әлде Ньютон? Ньютон жақын. Бірінші біз Ньютонды таныстырамыз оқушыларға. 7-ші сыныптан. Эйнштейн так популярный. Келесі сұрақ: ниш немесе дарын? Дарын. Дарын просто мен өзім Астанада жүргенде 8-ші сыныптарға сабақ беремін. 30 адам отырады бір сыныпта. Сол кезде тілейтінім, қашан біз ағылшындар сияқты екіге бөліп оқытамыз деп. Болды, армандайтын да. Алдыңғы жылы дарында істеймін. Оны білмеймін екіге бөліп оқытатын орынша. Просто жұмысқа кірдім. Қараймын, алдымда 10 адам отыр ғой. Арманым орындалып, билеп жүріп сабақ бересің, бүкілін үлгеріп. Сондықтан дарын жүрек деді қызым. Ниш деп айтайын ба? Ниш немесе дарын? Енді екеуін біреуін таңдау керексе ниш болады, потому что менің мұғалім болып бастаған кезде ништан бастаған. Әділет ағай? Жоқ, сұрақ басқаша отыр. Білмеймін ше. КТЛ ғой деген. Сізге былай қойын. Сізге былай қойын, ниш немесе КТЛ деп, Билл қазіргі аты. Билл ғой, КТЛ. Жалпы енді бүгін көптеген тақырыптарды қозғадық. Осы 125 мектебінің жалпы білім саласы туралы, жүйе туралы, ОБТ саласы бойынша көптеген тақырыптарды қозғадық. Келгендеріңізге көп рахмет. Жалпы осы подкаст тыңдаған оқушылар, тыңдармандардың барлығына пайдалы кеңестер, ағайлардың өз тәжірибесіндегі лайфхактары, көптеген мәліметтер алады деген ойдамыз. Енді тыңдармандармен қоштаспаймыз. Келесі аптада кездескенше сау, саламатта болыңыздар. Сау болыңыздар. Ой, сөйлемеймін.